Актриса Жанель Мақажан өзінен 8 жас кіші күйеуінің туыстары некесіне қатысты қандай ойда болғанын айтты. Өнер иесі олардың разылығын алу аса қиынға соққанын жасырмады. Жанель Мақажан күйеуінің туыстарымен қарым-қатынасы жақсы басталмағанын айтып, өзінің жан сырын ақтарды. Абай Асылханның жақындары одан 8 жас үлкен әрі 2 баласы бар әйелді оның келіншегі ретінде қабылдай алмаған. Қиын болды. Оның ата-анасы, әпкелері, туыстары мен достары тарапынан сын мен айқай көп болды. Оған жас мәселесі мен балалар себеп болды. Көбіне ата-аналарға қолайлы келін керек. Бірақ бұл мен жайлы емес. Бұл ұзақ уақыт бойы жалғасты. Абай екеумізге қиынға соқты. Алайда ол шешім қабылдаса, оны Алла тағаладан басқа райынан ешкім қайтара алмайды. Ол: мен жаратушыға сенемін, өз таңдауымды оған сеніп тапсырдым деп нүктесін қойды, деп жазды актриса. Айта кетейік, бұл Жанель Мақажанның екінші некесі. Әртістің таңдауы өзінен 8 жас кіші Абай Асылхан ұлына түскен. Қос ғашық өткен жылы мешітте некесін қидырып, ерлі-зайыпты атанды. Егер видео ұнаса, лайк басып, видео астына өзіңіздің пікіріңізді жазуды ұмытпаңыз. Видеоны ұсынған Айс KZ канал.